Ақ қайың төкті суға жапырағын, шымырлап беті күліп жатырағын. Мынау дүние сабырлы түрге еніпті, күз жайлап жерімнің кең атырабын. Бұл жүзді айдың көлде алаша бір жалт ете қап толқынға тараса нұр. Алтын жапырақ қайыңнан құлап жатыр, өрнек сап су бетіне тамаша бір. Проходит снова осень по земле, кружатся листья, как воспоминания, как искры в остывающей зале, мерцают звезды, вечно их мерцание. Летят года, за ними не угнаться, спешат часы, сменяя день за днем. Но знай, не устану удивляться тем временем, что осенью зовем. Все в нем высоко, мудро и прекрасно, и золото листвы, и снега чистота. В нем мудрость зрелых лет окликнет вдруг внезапно. В лукавых зеркалах светлеет седина. Октябрь, дождливый месяц в ожидании снега, итог труда, любви, веселых летних дней. В знак преклонения перед жизнью человека нам дарит праздник пожилых людей. Армысыз ақжаулықты аналар, ақыл кенің арқалаған аталар. Алдарыңда жауқазындай құлпырған біз алаңбыз, балғын шақты балалар. Қымбатты ақылдың кенің арқалаған айбынды аталар мен ақжаулықты аналар. Шынайы да ізгі сезімдерді, білімнің алтын діңгегін сыйлаушы ұстаздар қауымы. Барлықтарыңызды қазан айының ең алғаш мерекесі қарттар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Добрый день, уважаемые наши ветераны педагогического труда. Здравствуйте, дорогие гости. Тоқта ботам, атаң келеді артыңда. Бұр мойныңды қалжыраған қартулға. Сенің сәби сәттеріңнің мысқалын айырбастап ала алмай жүр алтынға. Тоқта ботам, атаң келеді артыңда. Жүзе жүріп, жүз құбылған сағымда. Жастық дейтін көктеменің шағында өскен едік. Сенің анаң екеуміз осы қарттың мәпелеген бағында. Қарттың бағын жайлайтын біз ентегін. Тыңдайтын біз алуан ертегін. Жинап алып жүреді жарықтық күллі ұлдың елтеңі мен селтеңі. Ей болашақ, қарт келеді зиялы. Киемізің ата қыран ұялы. Сен сыйласан сәби шақтың бір сәтін атансаған ұзақ өмір қияды. Ақылына айырбастап күлкінді. Қайтесің соң күлкі дейтін шіркінді. Бейқам күліп өспеген соң өз басым бос күлкіні ұнатпаймын бір түрлі. Тоқта ботам, атаң келеді артыңда. Дария шалқар даналығын алтыңда. Сенің сәби сәттеріңнің мысқалып, айырбастап таба алмай жүр алтынға. Тоқта ботам, атаң келеді артыңда.
Есть в разгаре осени праздник необычный. Небо блещет просенью солнцем симпатичным. Только называется непарадным словом. Праздник именуют Днем человека пожилого. Это мудрых праздник, мудрых и достойных, с возрастом по-разному на печаль настроенных. Но давайте откроем, как окна весну, все мысли и души, и песни одну мы впустим в жизнь нашу о счастье, любви, ведь счастье всегда рядом, лишь позови. Жизнь. Чем ее измерить? Вы, конечно же, скажете годами. Да, и годами тоже, но больше делами. Тем, что сделано в жизни, сделано не для себя, для других. Ведь добрым делом, добрым словом мы продлеваем жизнь не только себе, но и людям, которые нас окружают.
Дорогие нашему сердцу люди, старшее, мудрое поколение, мы желаем вам самое главное здоровья, радостного сияния глаз, не терять молодости души и мечтаний, делиться со следующим поколением мудростью и опытом, а жизнь пусть будет полна приятных минут. Біз сіздерді мерекелеріңізбен тағы бір мәрте құттықтаймыз. Біз сіздерді құрметтейміз, сыйлаймыз, бағалаймыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.